бұл солтүстік, бізде кетпе, бұл солтүстік, бізді шектетпе, бұл солтүстік, бізді кетпе, бұл Қызылжар. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман. Бүгін біз Солтүстік Қазақстан облысындағы әлеуметтік демографиялық сұрақтарын, деколонизация процесін талқылайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз зерттеуші Ғалым Жүсіпбек мырза. Ғалым мырза, подкастымызға келгеніңіз үшін рахмет. Сізді деколонизация процесін зерттейтін жеті меңгерген кісі ретінде білем. Осы орайда қазіргі елімізде өзекті сұрақтан бастағым келеді. Ол көбі талқылайтын Петропавл қаласының тарихи Қызылжар атауына қайтаруы сұрағы бойынша. Қалай ойлайсыз, бұл талап деколонизацияның әсері ме? Ең алдымен подкастқа шақырғаныңыз үшін рахмет. Енді сұрағыңызға келетін болсақ, ол сұрақтың жауабы әрине оңай емес. Деколонизация, биоотар түсінік жайлы зерттеулер жасап атқанымызға біраз уақыт болды. Ол біздің әріптестерімізбен бірге жасап атқан бір үлкен жобамыз. Жалпы ол түсінік шеңберінде жауап беру әлбетте оңай емес. Өйткені колонизация деп айтамыз, отарлану ол бір векторлы, екі векторлы құбылыс емес, оның көптеген жақтар, көптеген векторлары бар. Сұрағыңызға нақты келетін болсақ, бұл қаланың, Петропавл қаласының тарихи атауының берілуі келешекте әрине жүзеге асу керек. Бірақ ол қашан, қай уақытта жүзеге асады, оны біз кәдімгідей ақылмен, байыппен ойланып жасау керекпіз. Неліктен? Өйткені қазіргі кезде әлбетте геосаяси жағдай бар. Сол ең алдымен назарға алыну керек нәрсе. Және біздің қоғамдағы кейбір өзіміздің елімізде болып жатқан құбылыстар бар, оны да назарға алу керекпіз. Тіпті мен мынаны айтар едім. Сол Петропавл, Солтүстік Қазақстан өңіріндегі халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайы қашан жақсаратын болса, қаланың атауын сол кезде өзгерту керек. Алайда ол тарихи, мен ойымша тарихи тұрғыдан алған кезде бұл әділеттілік болады. Деколонизация туралы пікірталастар көбінесе символикалық түрде өтетін секілді. Өйткені олар қала атауларының өзгеруін, тарихи ескерткіштерді алуымен ғана тоқталатын секілді. Бірақ сіздің зерттеулеріңізде бұл мәселе әлдеқайда тереңірек жатқанын көргенмін. Сіздің ойыңызша отырықсыздандыру саясаты солтүстікте қалай өтуі керек? Демек, біз мысалы көбінесе жергілікті билік ол ескі ауылдардың аттарын өзгертіп, бірақ шынымен сіз айтып жатқан экономикалық жағдайды күшті дамытып жатқан жоқ деп ойлаймын. Ең алдымен мынаны анықтап алған дұрыс деп ойлаймын. Отарсыздану, деколонизация, соны деколониальность деп айтады. Оны да біз қазақшаға қазір қалай аударатынымызды нақты шеше алмадық. Отарсыздану түсінігі, биотар түсінік деп айтады. Бұл өте үлкен құбылыс, керемет үлкен құбылыс. Бұл тек қана материалдық жағдайларға қатысты айтылған нәрсе емес. Материалдық отарлану, материалдық колонизация ол қандай? Басқыншы күш келіп басып алады. Немесе экономикалық отарлау болады. Экономикалық ресурстарды, географикалық басқа да ресурстарды әділетті түрде емес, әділетсіз түрде алады. Оның барлығы материалдық түрде болған отарлану, колонизация. Алайда одан бөлек ментал түрде, психология деңгейінде болатын отарлану болады. Яғни айтайын дегенім, бұл жерде біз ең алдымен түсінік, менталитет, ой, мәдени түсініктер деңгейінде болған отарлануға көбірек көңіл аудару керекпіз. Осыған көңіл аударатын болсақ, біздің не жасайтынымыз, қалай әрекет ететініміз аз көп белгілі болады. Сіз айтқан нәрсе, өкінішке орай нәрсе бар. Көбінесе ауылдардың, елді мекендердің атауын өзгертеді, мәселе шешілді деп ойлайды. Бұл мәселені шешпейді, кейде мәселені ушықтырады. Яғни бұл жерде біз неден отарсызданып жатырмыз, соны анық түсіну керекпіз де.
неден, қандай нәрседен отарсыздану керек? Ол ең алдымен егер ағылшынша decoloniality деп айтады, менталды мәдениет, менталды платформада мәдениет деңгейінде болатын отарлануға келетін болсақ, қайсы бір мәдениет үстем, қайсы бір мәдениет төмен, қайсы бір тіл жоғары, мәдениет тілі, білім тілі бола алады, қайсы бір тіл бола алмайды. Осы түсініктер олар менталды платформада болатын отарлану. Біз осы нәрселерге көбірек көңіл аудару керекпіз. Және ол тек қана айтумен ғана шектелетін нәрсе емес, бұл жерде көп әрекет ету керек. Яғни біз айтамыз, бірақ негізгі нәрсе әрекет ету. Яғни қайсы бір тілді ғылым тіліне, мәдениет тіліне айналдыру керек. Бұл біраз уақыт алады. Ондаған жыл уақыт алатын құбылыс. Және мынаны да назарға беру керекпіз. Қазақстан еркін нарық экономикасына ие мемлекет. Отарлану, колонизация тек қана біз білетін қайсы бір мемлекеттің, қайсы бір мәдениеттің тарапынан болатын нәрсе ғана емес. Ол реттелмеген нарықтық экономика тарапынан да болады. Реттелмеген капитализм тарапынан да болатын құбылыс. Яғни адамдар күні түні жұмыс істеп тапқан табысы мен шығысы, мысалы оны, яғни адамдар күні түні жұмыс істеп тапқан табысы шығысын жаппаса, адам белгілі бір экономикалық факторлардың құлына айналады. Бұл да отарлану түсінігіне жақын құбылыс, яғни отарсыздану бұған да қарсы. Сонда солтүстік Қазақстан өңіріне келетін болсақ, елді мекендердің атауларының өзгеруі ол маңызды. Бірақ ол тек қана сол үлкен отарсыздану құбылысын тек қана бір шеті, кішкентай пұшпағы ғана, оның тамырлары тереңде. Яғни бұл тілдің, мысалы қазақ тіліне келетін болсақ, қазақ тілінің мәртебесін шынайы түрде көтеру, яғни қазақ тілін мәдениет, ғылым тіліне айналдыру. Бұл тек қана солтүстік Қазақстан мәселесі емес, ол бүкіл Қазақстан мәселесі. Және реттелмеген нарықтық экономика бар, халықтың әлеуметтік экономикалық тұрғыдан жағдайын құлдырап кетуі. Бұл да отарлану. Яғни мәселе өте терең және көп жақты, көп векторлы. Осы тұста отырсыздану мәселесі ол кейбірі айтады, төменнен жоғары қарай өтіп жатыр. Яғни оның негізгі демеуші күші ол халықтың өзі. Бұл пікірмен келісесіз бе? Негізі күрделі жағдай. Бұл жерде тек қана төменнен жоғарыға тек қана халық тарапынан болып жатыр деп айту, жалпы біздегі мәдени, әлеуметтік, саяси, экономикалық үрдістерді, процестерді толық түсінбеу болады. Өйткені билік тарапынан да жасалынып жатқан жақсы бастамалар бар. Бірақ олар қаншалықты жүзеге асып жатыр, біз оны енді талқылайтындай уақытымыз жоқ. Яғни билік тарапынан да, мемлекеттік органдар тарапынан да жасалынып жатқан жақсы бағдарламалар бар, жақсы жоспарлар бар. Бірақ олар қаншалықты жүзеге асады, оны бөлек зерттеу керек. Бірақ төменнен жоғары болып жатқан бастамалар, олардың жүзеге асу ықтималы жоғарырақ. Неліктен? Себебі егер халық жасап жатса, халық, қоғам өкілдері, олар сол қоғамның не қалайтынын жақсырақ біледі. Сол үшін билік пен халық арасында, билік пен қоғам арасында байланыстар нығаю керек. Сонда билік тарапынан жасалынып жатқан отарсыздану бастамалары көбірек жүзеге аса бастайды. Бізде жалпы мемлекеттегі үлкен мәселенің бірі билік пен халық арасында байланыстың мықты болмауы. Ол енді өткен шақтан келе жатқан мәселе, ол әлі толық шешілген жоқ. Білесіз бе, бізде қаламыздың дәл ортасында 10-шы орта мектеп бар. Ескі мектеп. Сол мектептің бір қабырғасында «Заветом Сталина верны» деген нарратив жазылған және әлі күнге дейін сақталған. Бұл бұрынғы Совет үкіметінен бізге қалған мұрасы ма, әлде қазіргі биліктің қалай айтсам, идеологиялық әлсіздігі ме? Бұл бәлкім сіз айтқан тарихи жәдігер шығар. Өйткені қалай десек те бір 30 жыл өтті. Кеңестер одағы ыдырағалы, сол мемлекеттің жойылғалы
30 жылдан асып кетті. Бұл жерде бір байланыс, идеологиялық байланыс бар деп мен ойламаймын. Себебі кеңестер одағы мүлдем басқа жүйе болды, тоталитар жүйе болды, оның идеологиясы мүлдем басқа болды. Және қоғамда, Қазақстан қоғамы әсіресе басқа посткеңестік елдермен салыстыратын болсақ, біздің әсіресе көрші үлкен мемлекетпен салыстыратын болсақ, біздің қоғамның түсінігі қатты өзгерді. Оны да жоққа шығармау керекпіз. Оның да себептері бірталай. Бәлкім негізгі себеп Қазақстанның негізгі ұлт құраушы халқы қазақтар, олар кеңестік жүйені отарлау және отарлану жүйесі ретінде қабылдады. Сондықтан кеңестер одағының ыдырауы қазақ халқы үшін бір бостандыққа, еркіндікке шығудың бір өте үлкен, енді ең үлкен бір мүмкіндік болды. Сол үшін әрине біздің қоғам, Қазақстан қоғам, соның әсіресе негізгі бөлшегі қазақ халқы қазіргі тәуелсіздікке, қазіргі жағдайға басқаша қарайды. Яғни сталиндік идеологияны дәріптейтін нәрсе, ол бәлкім тарихи жәдігер, бір мұра ретінде бір жерде қалып қойған болар. Бір қатты байланыс бар деп тіпті мен мүмкін емес деп ойлаймын. Иә, шынымен де отырыстың саясаты ол барлық Қазақстанның қалаларын, барлық халықты қамтиды. Дегенімен солтүстікте ол ерекше бір орында тұр деп ойлаймын. Өйткені бұл сұрақ меніңше оңтүстік жақтарда аса көтерілмейтін секілді, Ал солтүстік жақта мысалы бізде сепаратизм мәселелері көп туындайды. Мысалға 2024 жылдың өзінде 10 іс қозғалған, 10 істің шеңберінде 26 кісі сотқа берілген екен. Сепаратизм тудыру себебі және адамдар неге Қазақстанның бөліскісі келеді деп ойлайсыз? Ол шынымен де көрші елдің күшті ықпалдығы ма, әлде әлі күнге дейін сол отырсыздану саясаты әлсіз жүріп жатқандығы ма? Өте күрделі сұрақ, күрделі құбылыстарға байланысты қойылған сұрақ. Бұның да әрине жауабы да қысқа болмайтын шығар. Оның да бұл сұраққа жауап беру енді оңай емес, оны ең алдымен айта кетейін. Және мен ойымша, енді бәлкім күтпеген түсініктеме, күтпеген анализ болар. Әлеуметтік экономикалық жағдайларға назар аудару керек. Яғни қазіргі халықаралық аренаға қарайтын болсақ, қай елдерде, қай қоғамдарда сепаратизм күшейеді, сепаратистік идеялар қай елдерде күштірек. Әлеуметтік экономикалық нашар жағдайға ие болған, экономикалық әлеуметтік жағдай төмендеу елдерде бұл біраз белең алады. Және екінші, жергілікті биліктің халықтан алыс болатын елдерде, яғни жергілікті билік пен қоғам арасында алшақтық болса. Бұл екінші нәрсеге алып келеді. Жалпы мемлекет пен қоғам арасында алшақтық болса. Яғни сыртқы күштердің әсерін жоққа шығармаймыз. Ол бар, әлбетте ол жоқ емес. Бірақ ең алдымен ішкі жағдайдың мәз еместігі. Қайсы бір халықтың, қайсы бір топтардың тұрып жатқан аймақта жұмыс болмаса, айлықтар төмен болса, ол жақта инфрақұрылымдық теңсіздік болса, ол өте үлкен мәселе. Осыны бізге Қазақстанда көп талқылау керек. Оның ғылымдағы аты infrastructural discrimination. Адам құқықтары саласында. Инфрақұрылымдық алалаушылық. Аумақтық дискриминация деп айтуға болады. Қалай? Аумақтық дискриминация. Олай да болады, Өйткені инфрақұрылымдық дискриминация аймақтық деңгейде, аумақтық деңгейде болса, онда қайсы бір аймақ, қайсы бір аумақ толықтай дискриминацияға ұшыраған болады. Қай жағынан? Мәдени жағынан емес, инфрақұрылымдық жағынан. Ол жаққа ұшақ ұшпайды, темір жол нашар дамыған, ол жаққа мемлекет тарапынан болсын, жеке кәсіпкерлер тарапынан болсын инвестиция жасалмайды, жөнді мектеп салынбайды, аурухана салынбайды. Бұл инфрақұрылымдық дискриминация. Бұл өкінішке орай бар нәрсе.
бұрын өткен подкастта Бурахан мырза маған бұл нәрсеге былай деп жауап берген. Ол айтады, міне Қазақстанда 2 ауыл бар деп дейік. Осы ауылда 5000 халық тұрады, ал бұл ауылда 50.000 адам тұрады. Мемлекет қай жаққа мектеп салады, мемлекет қай жаққа назар аударады дегендей. Осы 5000 адамға, өйткені осында 50 адам ол аз. Бірақ бұл да дискриминацияның бір түрі ғой. Өйткені бұл да салық төлеушілер Қазақстан Республикасының азаматтары дегендей. Дұрыс қой? Иә, әлбетте. Өкінішке орай, Қазақстан саяси экономикасына назар аударатын болсақ, бұл ұғымға да көңіл аудару керек. Political economy, саяси экономика. Біздің еліміздің саяси экономикасы көп жылдар бойы 90-дардың ортасынан тіпті осы 2020-лардың басына дейін қаңтар көтерілісі деп айтамыз ба, қаңтардағы протесттерге дейін Қазақстан экономикасы неоклассикалық, неолиберал, капиталистік принциптерге негізделген экономика болды. Яғни былай деп айтайық, Қазақстанның саяси экономикасы 90-дардың ортасынан 2022-23-ке дейін нақты неоклассик, неолиберал, капиталистік экономика болды. Қазірдің өзінде оның ықпалы өте күшті. Ол нені аңғартады? Ол модельдің, ол саяси экономика моделінің ең үлкен ерекшелігі әлеуметтік саясат әлсіз. Егер сіз айтқандай 2 мектеп арасында таңдайтын болса, қай жерде бала көптеу, соған жағдай жасалады да, сонда бұл жерде бұл әлеуметтік дарвинизм. Әлеуметтік дарвинизм, кімнің мүмкіндік көптеу, кім өзін жақсы көрсетеді, сол өмірде қалады. Бұл жерде енді айтудың өзі біраз енді қиындау. Бұл жерде нарықтық экономикаға негізделген селекция бар. Яғни Алматыдағы мектеп, немесе Астанадағы мектеп, аймақтағы мектептен жоғарыда тұрады. Аймақтағы мектептің жойылып кетуі бұл экономика үшін оңай нәрсе. Яғни бұл жерде қайсы бір чиновниктің, немесе қайсы бір үкіметтің жаман саясаты емес. Осыны назар алу керек. Бұл жерде өте үлкен системалық, парадигмалық түсінік бар. Яғни бізде экономистердің, қаржыгерлердің, саясаттанушылардың, саясаткерлердің алған біліміне назар аудару керек. Бұл жерде бұл тек қана Қазақстанға қатысты нәрсе емес, бұл ғаламдық мәселе. Ол 90-дардан бері қарата бүкіл әлемге тараған неоклассикалық, неолиберал, капиталистік модель. Бұл жерде позитив мысал берейік. Көптеген Европа елдері бұған төтеп бере алды. Скандинав елдері бұған төтеп бере алды. Олардағы жағдай қандай? Егер Қазақстан мысалына жақындататын болсақ, Хельсинкидегі немесе Стокгольмдағы орталықтағы мектеппен Швеция мен Финляндияның қиыр солтүстігіндегі тундрадағы мектеп арасында қаржыландыру жағынан, мұғалімдер дайындау жағынан үлкен айырмашылық жоқ. Мемлекет екі жаққа да бірдей қарайды. Бұл неоклассикалық, неолиберал капитализм емес. Бұл заң жүзінде заңмен реттелетін әлеуметтік әл-ауқат экономикасы. Экономика всеобщего благоденствия. Бізге осындай экономика керек. Сонда аймақтар арасында экономикалық, әлеуметтік алшақтықтар азаяды. Сепаратизм мәселесі бірте-бірте өздігінен жойылып кетеді. Өйткені бағана айтылған идея, өкінішке орай, сепаратизм тараған елдерде, ондай идеялар өзіне платформа табатын елдерде, немесе қайсы бір территорияларда, алқаптарда ең алдымен инфрақұрылымдық дискриминация, алалаушылық көзге ұшырасады, және ол жақта әлеуметтік экономикалық құқықтар қатты бұзылады. Және тағы да назар аударатын нәрсе мәдени құқықтардың бұзылуы. Ол да адам құқықтарының категориясына кіретін бір топ. Мәдени құқықтар дегеніміз ол қайсы бір халықтың өзінің салт дәстүріне сәйкес өмір сүруі, өзінің ана тілінде сөйлей білуі, ол да маңызды. Қазақстанға бұны білу керек, өйткені бізде керісінше идеялар айтылуы мүмкін. Бізде мемлекеттің мызғымастығын, мемлекеттің дамуын қалайтын адамдар кейде мәдени құқықтарды назарға бермейді. Тіпті керісінше мәдени құқықтарға қарсы идеялар айтуы мүмкін. Бұл жерде өте сақ болу керекпіз. Қайсы бір топтың мәдени құқықтарын дамытуы
елдің тұрақсыздығына емес, елдің тұрақтылығына алып келеді. Өйткені ол топ өкілдері неліктен бөлінсін? Олардың бөлінуге ешқандай негізі жоқ. Экономикасы жақсы, әлеуметтік құқықтар қорғалып жатыр, мәдени құқықтар қорғалып жатыр. Бұл топтың, бұл халықтың сепаратизмге баратын бір ойда жоқ, негізде жоқ. Ол халықты провокацияға ұшырату да қиын болады. Ол тіпті мүмкін емес. Олар айтады, біздің жағдайымыз жақсы, бізге тиіспеңдер, біз осы мемлекетте бақыттымыз. Біздің, мысалы, Қазақстандағы халық 20 миллионнан аса халық бар. Бізде әр этникалық, әр дін топ өкілі егер өзінің құқықтарын қорғай алса, мемлекет оларға сондай жағдай жасаса, олар Қазақстанға берілген лоял деп айтады, Қазақстанның берілген азаматтар болады. Демек, солтүстіктегі тұрып жатқан әртүрлі топтардың біріктіруші күші, ол күшті құқық, не болмаса күшті экономика, әлеуметтік мемлекет. Әлеуметтік мемлекет. Әр адамның құқықтары қорғалатын, шыққан тегіне байланыссыз, қай тілде сөйлейтініне байланыссыз, әлеуметтік, адам құқықтары ғой енді, әлеуметтік адам құқықтары, соның ішінде қазіргі таңда Қазақстанда көп назар аударылмайтын әлеуметтік құқықтар. Соған сол біріктіруші идеяның бірі болуы мүмкін. Бізде тіл мәселесі күрделі мәселелердің бірі. Біз шығарып жатқан контенттің өзінде де көп адамдар тілге байланысты шу шығарады. Солтүстікте шыны керек халықтың көбі орыс тілін қолданады. Қазақ тілінің дамуында тек қана мемлекет ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік экономикалық жақта маңызды деп ойлаймын. Осы тұста қазақ тілді қалай дамыта аламыз солтүстікте? Әлеуметтік жағдайды көтеру арқылы ма? Бүгінге дейін көп бастамалар жасалды. Бізде мемлекеттік тілде қазақ тілі, біз оны қанша ол айтылады да, жазылады да, оны біздің азаматтарымыздың барлығы дерлік біледі. Бірақ тіл тірі организм ғой енді. Тіл бір жерде тұрмайды. Біреулердің мысалы айтатын пікір мынау, заңды күшейту керек. Заңды күшейткеннен кейін адамдар өздігінен қазақша сөйлеп кетеді дейді. Бұл соншалықты дұрыс көзқарас емес. Бұл ең алдымен адамның табиғатын назарға алмайтын көзқарас. Тіл тірі организм. Қоғам қалай дамиды? Қоғамдағы технологиялар, ғылым қалай дамиды? Тіл де солай даму керек те. Объектив факт, объективті жағдай. Кеңестер одағы кезінде қазақ тілі, оны ашық айту керек, нәсілшілдіктің құрбаны болды. Бізде мынандай нәсілшілдіктің өте тар ұғым бар. Біз ойлаймыз, нәсілшілдік, расизм, ол Африкада немесе Америкада болатын нәрсе. Қайсы бір нәсілдің басқа нәсілді төмен немесе жоғары көруі. Бірақ нәсілшілдік тек қана сондай платформада өзін көрсетпейді. Ол тілге байланысты болуы да мүмкін. Яғни қайсы бір тілде сөйлеу қоғам тарапынан бір төмендік белгісі, төмендіктің нышаны ретінде көрінсе, ол нәсілшілдік. Кеңестер одағы кезінде бұндай болды. Қазақша сөйлейтін адамдар бір саты, екі саты төмен бағаланды. Оларды менсінбеді, олардың құқықтары өрескел бұзылды. Бұл болды. Нәсілшілдік қазақ тіліне өте үлкен зиянын тигізді. Яғни біз бұны неге айтып отырмыз? Диагноз қою үшін айтып отырмыз. Нәсілшілдіктің зардаптарын 10 жылда, 20 жылда, 30 жылда жою мүмкін емес. Ол бәлкім 50 жыл уақыт алады. Ол үшін сол нәсілшілдіктің құрбанына айналған тілді дамыту керек. Тіл тірі организм деп қайталап айтайық, ол өседі, ол дамиды. Сонда техника, технология дамыды, ғаламдық деңгейде дамыды. Саясаттану, әртүрлі әлеуметтік ғылымдар дамыды. Соған байланысты қазақ тілі дами алды ма? Өткен нәсілшілдік жағдайына байланысты ол дамымай қалды. Ол қазір дамып келе жатыр. Сонда қазақ тілінің дамуы, тірі организм ретінде дамуы, оның бірте-бірте ғылым тіліне айналуы,
және ең маңыздысы осы тілді қолданатын, қазақ тілінде сөйлейтін, қазақ тілін кәдімгі өмірде қолданатын адамдардың өте күшті жаратушы күшке айналуы, жасампаз күшке айналуы, ол тілді керемет тұғырға шығарады. Егер осындай қоғамда, Қазақстан қоғамда сондай жасампаз күштер пайда болса, қазақша сөйлейтін халық, қазақша білмейтін халық өздігінен қазақ тіліне ұмтылады. Бұл ағылшын тілінің қазіргі кездегі жолы да. Неліктен адамдар ағылшын тілін үйренуге ұмтылады? Бұл жерде біз зорлығы жоқ. Күштеп ешкім ағылшын тілін үйретіп жатқан жоқ. Өйткені ағылшын тілі орысша айтқанда перспектива ашатын тіл. Сонда Қазақстанда қазақ тілі халыққа перспектива ашатын тіл болу керек. Бұл жерде заңмен қысып, халықты қорқытып үйрету ол жақсы, дұрыс жол емес. Бұл жерде мен ойымша бұл ескі авторитар жүйенің несі, менталитеті. Ондай жолды қолданбаған жақсы. Және мен өзім мынандай да ойым бар. Қазақ тілі дамуға және өркениеттілі болуына бүкіл мүмкіндігі, бүкіл потенциал бар тіл. Сондықтан ол ондай бейшара тіл емес. Оны біреулер күшпен, заңмен үйрететіндей тіл емес. Ол өздігінен бірте-бірте лайық болған тұғырға шығады. Ол деңгейге қазір көтеріліп келе жатыр. Тіпті келешекте ғаламдық тілге айналатын потенциал бар тіл. Бізге шамалы күту керек. Және бағанағы нәсілшілдік мәселесі, осыны да бізге назар аударып, сосын зерттеу керек. Өйткені нәсілшілдіктің ықпалы көптеген жылдар жалғасатын нәрсе. Өйткені ол нені аңғартады? Ол тек қана тілде сөйлеуді ғана аңғартпайды. Бұл жерде үлкен не бар, имидж мәселесі бар. Тіпті неліктен қазақ тілі ана тілі болып, кішкентайынан қазақ тілін өте керемет сөйлейтін адамдар неге қалаға кеп қазақша акцентпен сөйлеп кетеді? Неліктен? Өйткені бұл жерде өте қызық құбылыс бар. Акцентпен сөйлеу оның ауылдан емес, қаладан шыққандығын көрсетеді. Мен оны өзінше сондай бір қызық не бар, стереотиптік жағдай жасайды. Мен оны жақсы сезінемін, өйткені мен Алматының тумасымын, Алматы туып өстім да, бірақ билингвал болдым кішкентайынан. Сонда мен түсінбейтін нәрсе мынау болатын. Сырттан келген, мысалы, әсіресе ауылдық аймақтардан келген біздің өзіміздің қазақтар қалаға келіп қазақша сөйлемеуге тырысатын. Орысшаға ауысып кететін де. Өйткені ол өзінше бір өркениеттің белгісі еді. Ауыл дегенде біз нәсілшілдік. Яғни бұл жерде біз басқа этнос өкілдеріне сен неге қазақша үйренбейсің, қазақша неге сөйлемейсің деп айтпай-ақ қояйық. Бұл жерде өзіміздің қазақ халқының нәсілшілдік проблемасы бар. Және 90-шы жылдары мынандай да жағдай болды. Бізге нарықтық экономика келгеннен кейін қазақ тілі емес, орыс тілі бизнестің тіліне айналды. Яғни өркениеттіліктің белгісі Кеңестер одағында жүйе тарапынан белгіленетін болса, мысалы, саяси жүйе сондай болды. Әр нәрсе орыс тілінің айналасында дамыды, жүрді, иә. Жоғарғы білім, мысалы, тек қана аграр, сельхоз университеттер ғана қазақ тілінде болды. Қалған бүкіл жоғары білім орысша болды ғой. Сонда 90-дардан кейін бізге капиталистік жүйе келгеннен кейін капитализм автомат түрде орыс тілін капитализм тілі, нарықтық экономиканың тілі ретінде қабылдады. Осы нәрсе де бар. Ол да демекки нәсілшілдік, Кеңестер одағындағы болған нәсілшілдік 90-дардан кейін пост кеңестік дәуірге де ол байқамай ағып кетті, өтіп кетті. Сондықтан қазір үлкен компанияларға қарайтын болсақ, олардың осыдан 10 жыл, 15 жыл бұрынғы тарихында қандай тіл, қазірдің өзінде қандай тіл басым? Орыс тілі. Ол кәдімгідей, ол факты. Сондықтан біз ондай фактілерге, ондай болып жатқан нәрселерге қарсы шыға алмаймыз. Қаймағына қарсы шыға алмаймыз. Бұл жерде тек қана заңмен қыспастау, біреуге зорлап оқыту ол мәселеден шығатын жол емес. Бұл жерде байыптап қарау керек. Неліктен олай болды? Нәсілшілдік. Неліктен қазір мынандай нәсілшілдіктің қалдықтары? Бұл шынымен отарлану. Өйткені әр нәсілшілдік ол өте жүйелі түрде жасалған отарлау, ол колонизация. Оның әсерлері әлі де бар. Есіме қазір әжемнің әңгімесі еске түсіп жатыр. Ол да айтқан кезінде оны ата-аналары орыс мектебіне жіберген, өйткені қазақ тілінің болашағы жоқ деп айтқан ол кездері. Әжем орыс мектебінде оқыған.
жалпы тарихи тұрғыдан қарастырсақ, қазақ қоғамдағы әйелдердің әлеуметтік, саяси және мәдени белсенділігі деколонизация үдерісіне қалай әсер етті деп ойлайсыздар? Өйткені сол кездері көп отбасыларда ата-аналары балаларын орыс мектепке жіберуге ұмтылған, орыс тілді білсін деп қалаған. Негізі әйел құқықтары адам құқықтары. Бейотар деколониал түсінікке келетін болсақ, бұл жерде шамал осы бейотар деколониал түсініктің эпистемологиясына кірейін. Бұл сөз бізді шошытпай ақ қойсын, бұл философикалық ұғым. Эпистемологияны аңғартады, біз қалай ғылым қорытамыз, біз қалай белгілі, мысалы, әрқайсымыздың өзіміздің призмамыз бар, дүниеге қарау, дүниені қабылдау призмамыз бар. Біз сол призма арқылы қалай біз өзімізге керек мәліметті, білімді қорытамыз. Эпистемология осыны аңғартады. Сонда деколониал, кейде қазақша бейотар, мен екеуін қатар қолдана берейін. Бейотар, деколониал, отарсыздану түсінігі бойынша иерархия жасау, яғни қоғамда сатылар шығару, сатылар жарату. Иерархия дегеніміз біреу жоғары, біреу төмен деген сөз. Арада лифт жоқ. Егер лифт болса, ол иерархия болмайды. Иерархияда қатып қалған жүйе бар. Біреу міндетті түрде жоғары, біреу міндетті түрде төмен болады. Мысалы, иелер құлдар, немесе патрицилер, плебейлер деген сияқты. Аристократтар қарапайым халық. Кеңестер одағында партократтар және қарапайым халық болды. Қайсы бір қоғамдарда, мысалы, ақ нәсілді, қара нәсілді. Кейбір жерлерде керісінше болып кетті. Мысалы, Зимбабведе кейінгі 20 жылда ақтар төмен түсіп кетті, қаралар жоғары шығып кетті. Бұл иерархия. Енді бейотар түсінік ары қарай бұл ойды дамытады. Патриархал қоғам, ерлер жоғары, әйелдер төмен. Өкінішке орай діни түсініктерге де ол әсер етті. Патриархал діни түсініктерде ер адам жоғары тұрады, әйел адам төмен тұрады. Бұны олар дінмен легитимизация жасайды, дінмен ақтайды. Бірақ бұл жерде, бұл енді дінге келетін болсақ, бұл тек қана белгілі категория жорамалдар ғана, консерватор, патриархал жорамалдар. Өйткені дін әлеуметтік құбылыс болғандықтан, оның басқа деколониал жорамалдар да болуы мүмкін. Сонда сіздің қойған сұрағыңызға келетін болсақ, гендерлік иерархия ол өзінше отарлану, ол өзінше колонизация. Сондықтан, егер біз әйел адам құқықтарын дамытатын болсақ, ол иерархияны жоймыз керек. Ол иерархия жойылу керек. Бұл әлбетте құқықтық саладағы мәселе. Ол ер адам, әйел адам тең деген мағынаға келмейді. Өйткені біздің физиологиялық айырмашылықтарымыз бар. Оны жоққа шығаруға болмайды. Яғни бұл жерде орысша айтқанда унификация емес. Ер адам, әйел адам сияқты екеуі бірдей деген нәрсеге келіп тұрған жоқ. Бұл жерде айтылатын нәрсе құқықтық теңдік. Яғни гендерлік теңдік, ол ең алдымен гендерлік теңдік, алдымен ол құқықтық теңдік. Және мүмкіндіктердің теңдігі. Яғни біреу профессор болатын болса, бұл жерде сен әйелсің, профессор бола алмайсың деген нәрсе болмау керек. Яғни деколониал бейотар түсінік өте тереңге кетеді. Қоғамдағы иерархияларды, сатыларды отарлану деп қабылдайды, колонизация деп қабылдайды. Және оның басқа да түсініктемесі бар. Неліктен иерархия отарлану? Себебі ол оны oppression, яғни оны ол қыспақ деп қабылдайды. Өйткені иерархияда біреу жоғары болып тұр, біреу төмен болып тұр. Демек ке жоғарыдағы саты төменде істейтін сатының жұмыстарын жасамайды. Жоғарыдағы саты көше тазалай ма? Тазаламайды. Оны төменгі саты тазалайды. Бұл өзінше қанау. Яғни иерархия ол қанау. Деколониал бейотар түсінік ол әр қанауға, әр қанаушылыққа қарсы. Сол үшін аты да солай. Отарсыздану, иерархиядан отарсыздану, қанаушылықтан отарсыздану, эксплуатациядан отарсыздану. Және біздің мысалы 21 ғасырдағы ең үлкен негатив құбылыстардың бірі капитализм жасаған иерархиясы. Капиталистік жүйе иерархия жасайды. Біреулер күні түні жаппай еңбек етеді, олар сатының төменінде. Біреулер банк иелері
үлкен корпорация иелері олар тек қана төбеде отырады да астындағы мыңдаған миллиондаған адамның еңбегін сорып қанап отырады. Бұл біреулер айтуы мүмкін марксизм. Марксизмдегі ойлардың барлығы қате болған емес. Мысалы қазіргі деколониал биотар түсінік осыған да назар аударады. Яғни бұл жерде капитализмнің берген сатылары бар. Яғни гендерлік теңдік мәселесінен әйелдер құқықтары мәселесіне капитализмге де келе аламыз. Өйткені қазіргі заманауи капитализм өкінішке орай ол әйелдерді көбінесе құрал ретінде қабылдайды. Рекламада құрал ретінде қабылдайды. Және кейбір жұмыс түрлері бар, оны тек қана әйелдерге береді. Мысалы, сиделка деген сияқты сондай. Және ол жұмыстардың онша несі жоқ, перспективасы жоқ. Адам ол жақта қарайып кетеді. Өкінішке орай ондай нәрсе бар. Ол жерде сатылар да бар. Мысалы, ер адам бастықтар болса, ол төменгі сатыда, ол қара жұмысты dead end jobs деп айтады ағылшынша. Сол жұмыстарды жасайтын көбінесе әйелдер болады. Және көбінесе қай мемлекеттің әйелдері көбінесе әлеуметтік жағдай дамымаған елдердің келген әйелдер болады. Бұл жерде ғаламдық деңгейде капитализмнің құрған несін байқаймыз, гендерлік теңсіздігін байқаймыз. Биотар түсінік бұған да қарсы. Енді Қазақстанға келетін болсақ, бізде биотар деколониал түсінікті дамытып жатқан активистер, артистер, журналистер, білім адамдары арасында әйелдер бар. Және олар, мен өзімнің байқауымша, олар көпшілік. Және мынаған көп назар аудару керек. Деколониал түсініктің менталитетін қарастыратын болсақ, негізінде эмпатия жатыр. Әйел адамдарда, мен бұл жерде гендерлік теңсіздік жасап тұрған жоқпын, өзім байқағаным, және ойым бұны түсіну. Енді гендерлік теңсіздік жасайтын ойым жоқ. Біздің қоғамдағы әйелдерде эмпатия ерлерге қарағанда көбірек дамыған. Сол үшін деколониал биотар түсінікте әйелдердің саны көбірек. Неліктен деколониал түсінікте эмпатия маңызды? Себебі сіз өзіңіздің отарлануға ұшырағаныңызды, қанаушылыққа ұшырағаныңызды көбінесе сезесіз. Сіз біреу қанап отыр, сіз оны айта алмайсыз. Сіз оны кейде материал тұрғыда түсіндіріп бере аласыз да. Мысалы, мен айлығының, мысалы, айталық пәлен процентін банк алды, оны айтасыз да, айтады орысша сухие факты. Бірақ оны сезім ретінде сіз оны қалай жеткізесіз? Оған сіздің әрпіңіздің саныңыздың күші жетпейді, оны сезіну керек те. Және әрқашан отарлау, колонизация, ол әрқашан намысқа түйі болды. Отарлаушы күш келіп тек қана баспаған жоқ. Ол сонымен қоса баспаған халықты қорлады. Кәдімгі намысына тиді, қорлады. Қарапайым мысалдар. Мысалы, Индияға британдықтар келгеннен кейін бұрынғы жүйеде қандай нәрсе қасиетті болса, мысалы, камзол кию қасиетті болған, басқа сәлде кию қасиетті болған. Оны маймылдарға кигізіп қойды. Маймылдар болды ғой, немесе лакейлер болды. Яғни ол жерде десакрализация жүрді. Адамның намысына солай тию. Ол тек қана бір элемент қана. Қайсысы бір нәрсе қасиетті болса, мысалы, Қожа Ахмет Яссауи мавзолейі неліктен атқылады? Өйткені қазақтар үшін, мұсылмандар үшін қасиетті болды. Оны кәдімгідей пушка әкеп атқылады. Бұл жерде не бар? Сол халықтың намысына мүмкін болғанша тию. Ол эмпатия, ол бірте-бірте отарланған халықта эмпатияны да бірте-бірте өшіреді. Өйткені адам қорлыққа шыдайды. Шыдамайтындар көтеріліс жасайды. Бірақ шыдайтындар оны қорлықты интернализировать етеді. Яғни ол бірте-бірте өзіне деген сенімсіздік пайда болады. Эмпатия өшеді, басқаға эмпатия өшеді, және өзіне деген эмпатия өшеді. Ол отарланудың колонизацияның бір формасы. Ол өте тереңге кеткен нәрсе. Адам құл болуға үйренеді. Өзінің намысын тапталуына үйренеді. Өзінің зорлыққа ұшырауына үйренеді. Бұған қарсы тұратын нәрсе адамның жүрегіндегі, рухындағы бір не бар да, ұшқын бар да, искра. Ол эмпатия арқылы. Басқаға ол эмпатия арқылы өзінің несін көрінісін байқатады. Адамның өзіне ол самоэмпатия арқылы. Эмпатия қай жерден туады? Бұның жауабы қазіргі заманауи ғылымда жоқ. Психологияны, егер заманауи евроцентристік, позитивистік психологияға назар аударатын болсақ, олар эмпатияның негізін түсіндіре алмайды.
айтпақшы, мына евроцентристік позитивистік ғылыми парадигма, ол да отарлану, ол да колонизацияның бір түрі. Енді жауап евроцентристік позитивистік емес ғылымда жауап бар. Ол адам жүрегінен шығады деп айтады, рухындағы бар нәрсе деп айтады. Өйткені эволюциялық теорияны түсіндіре алмайды. Эволюцияның қай шағында, қай этапында эмпатия пайда болды деген сұрақты сұрайды психологияда, биологияда. Жауабы жоқ оның. Ал белгілі бір халықтың эмпатиясы көбірек деп айта аламыз ба? Мысалы, қазақ халқының эмпатиясы жоғары деп айта аламыз ба? Кезінде ашаршылық кезінде болмаса Қазақстан жеріне көптеген адамдарды, этностарды әкелген болатын. Бірақ онсыз да байғы жүрген қазақ ата бабаларымыз ол адамдарға жәрдемдесті, көмектесті, соңғы тамақтарын берді дегендей. Иә, әлбетте бұл эмпатия. Сол кездегі қазақтар 30-шы жылдары, 40-шы жылдары өздері қаншама қиындыққа ұшырамаса да, өздері жартысы, халқың жартысы қырылып қалған, 1/3 көшіп кеткен. Соған қарамастан мұқтаж адамдар көрген кезде көмектесті. Бұл эмпатияның көрсеткіші. Яғни сол кезде қазақ халқы брутализацияға ұшырамаған. Бұл жерде өте маңызды басқа ұғым брутализация. Отарлаушы отар ел, колонизатор басқа елді баспағаннан кейін бірте-бірте сол халықта эмпатия неліктен өшеді? Өзіне деген эмпатия, басқаға деген эмпатия неге өшеді? Себебі ол халық, отарланған халық брутализациядан өтеді. Сол кездегі демекке қазақтар брутализацияға ұшыраған жоқ. Алайда басқа негатив мысал берейін, нені көрсету үшін, қоғамдағы өзгерістерді көрсету үшін. Егер 30-шы жылдары өздері әзірсіз айтқандай аман қалғанда, өзі аш-жалаңаш жүрген қазақ халқы басқаларға көмектесетін болса, осы соңғы жылдары қар жауып, кейде жолдар жабылып қалады ғой, Қазақстан кейбір өңірлерінде. Сол жабылып қалған жолдарда машиналар тұрып қалады. Сонда сол машиналарда, автобустарда қалған адамдарға жергілікті адамдар, сол жақтың жергілікті халқы нанды 10 есе, 20 есе қымбатқа сатқан. Сондай кездер де бар. Демек ки, ол сонда бір халық, аталары өзі аш жүріп басқа біреуге көмектесетін болса, 80 жыл көлемінде халықта брутализация өтті, белгілі деңгейде. Капитализм әсері болуы мүмкін. Әлбетте, капитализм брутализацияға алып келеді. Бұл жерде мынандай өте қызық механизм бар. Капитализмнің жасайтын брутализациясы заманауи экономикалық ғылымға негізделеді. Қоғамдағы экономика ғылымын оқымаған адамдарда ол күнделікті алыс беріс бар ғой. Сен маған бір нәрсе бердің, мен саған басқа нәрсемен жауап беремін. Мысалы, ол тіпті біздің кейбір әлеуметтік нормаларда байқалады. Айтады ғой, бізді қонаққа шақырды, біз енді қарызға қалмайық, оны біз қонаққа шақырайық. Яғни бір материалдық не бар, алыс беріс бар. Бұл капитализмнің әкелген өте негатив несі болды, әсері болды. Егер ғылымға келетін болсақ, ол да маңызды шығар. Бұл туралы бізде өкінішке орай көп айтылмайды. Неоклассикалық, неолиберал капитализмде теориясында өте үлкен қателік бар. Оны неге мен қателік деп отырмын? Себебі 90-шы жылдардан бұрын басқа теория оқытылған. Ол қателік мынау. Олар адамды, ең алдымен адам баласын 100% рационал, 100% пайда іздейтін жаратық, творение деп айтады, 100%. Яғни қай жерде пайда бар, осы жаққа барады. Яғни адам олар үшін сезімдері бар, жүрегі бар, рухы бар. Оны тіпті олар назарға алмайды. Басқа біреуге жан ашитын туынды, жаратық ретінде қарамайды да, ол тек қана өз пайдасын іздейді. Сол үшін homo economicus деп біреулер айтып кеткен. Яғни человек ищущий выгоду. Және нарықтық экономика әр нәрсені шешіп береді деп айтады. Тек қана экономикалық емес, әлеуметтік, саяси, рухани бүкіл мәселені шешеді деп айтады. Бұл әрине қате. Бұл экономикалық қазіргі неоклассикалық, неолиберал экономикасының ең үлкен қателігі. Және бұл мен неге айтып отырмын? Осыны назарға алған адам, осының теориясын өмірге енгізген адам бірте-бірте өзіне эмпатияны өшіреді. Мысалы пенсионерге немесе жағдайы мүшкіл адамға неудачник деп айтады. Бұл неге неудачник? Бұл нарықтық экономиканың абсолют деп қабылдаған өзінше де, бұл әрине қате түсінік.
оған абсолют көрінетін нарықтық экономика заңдарына мойынсұнбаған. Демек бұндай жағдайға ұшырау оның кінәсі дейді, и оған эмпатия жоя алады. И өкінішке орай бізде көптеген экономистерде, көптеген қаржыгерлерде осы түсінік бар. Олардың Охан теориясы. Оны кәдімгі ғылыми теория ретінде ұсынады. Бұл 90-дардан бері қарата бүкіл әлемге тараған теория. Одан бұрын басқа теория болды. Яғни қате деп айтуымның ең үлкен негіздерінің бірі осы. Мен ойлаймын да, негізі Норс толқында жобасы, ол солтүстікте жұмыс жасағанда, оны көп қазақ ұлтты кісілер қолдайды да, достар қызығады осымен. Бірақ жергілікті орыс этнос тобынан достарым маған бұл жобаны не үшін бастап жатсың деп айтады. Тарихты қопарғанша қазіргі экономикалық жағдайды көтермейсің бе, жолдардың дұрыс салуын дегендей, құқықтық жағын көтермейсің бе. Сонда олардың бұл эмпатияға жоқтылығы ма, әлде қазақтардың әділдікке жетуден қорқа ма олар? Тіпті қазір Ресейден келген жаңалық шықты ғой, Ресейден ғылымдар келеді, олар Қазақстанның тарихын, Ресей мен Қазақстанның тарихын қайтадан қарастырып, кітаптарын жазады дегендей. Отар мемлекет біздің отырыстадуынан шығуды қорқа ма? Сіздің соңғы сұрағыңыздан бастайын. Жаңылыспасам, Ресей тарихшылармен ортақ тарих жазу ол болатын мүмкін емес нәрсе сияқты. Тіпті ол тек риторика ғана болуы мүмкін, бірақ іс жүзінде бұл болмайды. Бұл іс жүзінде болатын нәрсе емес. Өйткені соңғы 15-20 жылда Қазақстандағы тарих жазу, тіпті 30 жылдағы тарих жазу, тарихты жорамалдау түсінігіміз, эпистемологиямыз мүлдем басқа болды. Әсіресе соңғы 2-3 жылдағы нәрселерді назарға алатын болсақ, біздің тарихты жорамалдау, тарихты жазу түсінігіміз, эпистемологиямыз ресейдікінен мүлдем басқа. Біз бірге отырып тарих жаза алмаймыз. Мен ойымша бұны мемлекеттік органдарда түсінетін сияқты. Бұл жерде тек қана риторикалық түрде қалады. Бәлкім бір-екі бастама болады, бірақ ол алысқа бармайды. Мемлекеттік органдағы адамдар, азаматтар бұны мен ойымша жақсы түсінеді. Өздері күнделікті мысалы көрші мемлекет өкілдерімен кездесетін болса, ең алдымен олар бұны түсінеді. Біз олармен көп кездеспейміз ғой. Сіздің сол солтүстік өңірдегі жергілікті азаматтардың да қоятын сұрақтары, неліктен біздің өңірдегі әлеуметтік мәселені шешпейді, неліктен жол жасамайды, неліктен алдымен халыққа жағдай жасамайды, соны жасап алмай ма деген сұрақ өте орынды. Мен ойымша бұл жерде олардың эмпатиясы төмен, жоғары деп айта алмайтын сияқтымыз. Себебі олар өздеріне деген эмпатияны көрсетіп тұр. Өйткені олар өздерінде самоэмпатия. Өйткені мен де былтыр Петропавлға бардым. Өте табиғаты керемет өңір, өте бай, табиғат өте бай, бірақ ауылдық жерлерде өкінішке орай экономикалық, әлеуметтік жағдай өте мүшкіл. Қазақстан бай мемлекет. Қазақстан мұнай қоры жағынан және қазір кезде өндіріп жатқан мұнай потенциалы жағынан алдыңғы ондыққа кіретін мемлекеттің бірі, жаңылыспасам. Және халқы да аз. Одан басқа бізде көптеген басқа байлықтар да бар. Уран бар, металдар бар. Яғни неоклассикалық, неолиберал саяси, неолиберал капитализм экономикасын қойып, әлеуметтік модельге өтетін болсақ, Қазақстан түкпір-түкпіріне инвестиция жасауға, Қазақстан түкпірін экономикалық, әлеуметтік тұрғыдан дамытуға мемлекеттің қаражаты табылады. Оған потенциал бар. Және қай идея бізді біріктіру керек, әсіресе солтүстікте. Мен ойымша, бұл жерде өте сақ болатын нәрсе. Ұлт деген ұғым, орысша нация дейді, nation ағылшынша, ол саяси бірлестік. Ол саяси
ассоциация. Яғни біздегі ұлт тең этнос деген ұғым ол қате, ол ескірген ұғым. Оны сталиндік, советтік ұғым деп те айтады. Ғылымда басқа да аты бар, примордиал ұлтшылдық дейді. Яғни ұлтты негізге, адам шыққан тегіне негізге әкеп қою. Бұл 21 ғасырдағы адам құқықтары түсінігіне болсын, 21 ғасырдағы саясаттанудың жаңа үрдістеріне болсын сай келмейді. Яғни ұлт, nation, нация ол саяси бірлестік. Қоғамда сол адамдарды ұлт өкілдерін не біріктіреді? Ең алдымен азаматтық біріктіреді. Және солтүстіктегі қазақ этносы өкілдері, орыс этносы, неміс этносы өкілдері сол барлығын біріктіретін идея не болу керек? Біз Қазақстан азаматымыз. Осы мемлекет біздің ортақ мемлекетіміз. Біз әзірше әртүрлі тілде сөйлеуіміз мүмкін, бәлкім ол келешекте де жалғасады. Өйткені заманауи адам құқықтары құжаттары бойынша кім қай тілде сөйлейді, ол адамның өзінің жеке шешетін ісі. Бірақ мемлекеттік тіл әрине, егер заң жүзінде белгілі бір тіл болса, ол мемлекеттік тіл бола береді. Бірақ адамдар қай тілде сөйлеймін десе, дүкенге барды, мысалы үйінде, ол әркім өзінің жеке ісі. Және мен өзім мынаны ойлаймын. Тіл қалай десек те, тіл байлық. Егер біздің халқымыз екі тілді, үш тілді біліп жатса, одан ол байлық. Сондықтан одан біз ұтылмаймыз. Алайда әлбетте көрші мемлекеттің империялық саясаттың қаупі бар. Біз оған да назар аудару керек бізде. Бұл жерде көрдіңіз, бір не бар? Шешу керек, біздің шешу керек әлеуметтік, мәдени, дүниетанымдық мәселелер бар. Әлеуметтік қандай мәселе? Мысалы, солтүстік Қазақстандағы халықтың әлеуметтік құқықтар қорғалу керек. Айлықтар жоғары болу керек. Яғни ол бүкіл Қазақстанға қатысты нәрсе. Инфрақұрылымдық дискриминация жойылу керек. Және бізді қандай идея сонда біріктіре алады? Біз Қазақстан азаматымыз. Яғни біз Қазақстан азаматымыз деген идея біз қашан біріктіреді? Егер халық, қазақ болсын, орыс болсын, неміс болсын, өзінің әлеуметтік әл-ауқатына разы болса, ол сонда біз Қазақстан азаматымыз деп біз сонда толық айта аламыз да. Егер халықтың әлеуметтік жағдайы нашар болса, әрине этникалық тегі осы адамдар көрші мемлекетке қарайды. Қазақтар не істейді? Кореяға қарайды. Біздің қазір жағдайы нашар қазақтар не істеп жатыр? Кореяға жұмысқа ұмтылып жатыр. Англияға барып капуста тереді, клубника тереді. Яғни демекки біздегі ұлттық консолидация әлеуметтік құқықтардың нашарлығына байланысты әлі жүрмей жатыр. Ұлттық консолидацияны жүргізетін бізде көп назар берілмейтін нәрсе ол әлеуметтік құқықтардың дамуы. Мысалы, пәлен адам миллион теңге алатын болса, түген адам миллион теңге алатын болса, әрине ол осы мемлекетке разы болады ғой. Ол неге одан бөлінгісі келеді? Оның жағдайын жасап берді ол мемлекет. Нақтылау үшін, демек бізге ұлттық бірегейлік идеологияны қалыптастыру үшін, ұлттық бір сананы қалыптастыру үшін рухани жаңғыру деген саналық жобаларға емес, экономикалық жобаларға фокус артқан тиімдірек болады, экономикалық және әлеуметтік. Мынаған назар аударайық. Ағылшынша dignity деген ұғым бар. Адамның қадір қасиеті. Қазақша солай аударымыз қазір. Адамның қадір қасиеті. Орысша честь и достоинство человека. Ол өте маңызды ұғым. Өйткені адам құқықтарының, заманауи адам құқықтарының құндылық негізі, ценностная основа, құндылық негізі адамның қадір қасиеті. Және бағанадан бері деколониал биотар түсінік деп көп айттық. Деколониал биотар түсініктің қазіргі мына заманауи соңғы шыққан жорамалдарында адами қадір қасиет бірінші орында тұр. Адами қадір қасиетті біз қалай түсінеміз? Эмпатия арқылы түсінеміз. Яғни мен мысалы автобуста кетіп бара жатқан кезде менің қасымда отырған пенсионер апаның қадір қасиеті менен төмен емес екен эмпатия арқылы түсінемін да. Ол кісі пенсионер болуы мүмкін, ол кісінің ұлты басқа, этникалық тегі басқа болуы мүмкін, бәлкім физиологиялық мүмкіндіктер шектеулі болуы мүмкін. Бірақ ол кісінің қадір қасиеті менен төмен емес. Біз оны эмпатия арқылы түсінеміз. Өйткені ол кісі мен сияқты уайымдайды, мен сияқты қуанады, мен сияқты тамаққа мұқтаж, мен сияқты қадір қасиетке мұқтаж. Яғни деколониал түсінік эмпатия арқылы біз әр адамның
қадір қасиетке ие екенін түсінеміз деп айтады. Және адами қадір қасиеттің ең керемет ерекшелігі оны сатылар болмайды. Оны сатылар болмайды. Non-gradable деп айтады адам құқықтары әдебиетінде. Non-gradable, яғни оның сатылары жоқ. Сол үшін бұл идеялар бәрі былай бір-бірімен астасып, кәдімгідей үлкен бір бейотар түсініктің ғимаратын тұрғызады. Егер қоғамда иерархиялар болса, егер қоғамда сатылар болса, біреу жоғары, біреу төмен болса, ол жерде демек ки біреудің адами қадір қасиеті жоғары, біреудікі төмен болып тұр. Ол бейотар түсініктің мүлдем қабылдамайтын, жөндеуге тырысатын нәрсесі. Әлеуметтік құқықтарға келетін болсақ, адамдардың бірдей қадір қасиетке ие болуын әлеуметтік құқықтар арқылы көреміз. Сонда көрдіңіз, бәрі бір-бірімен байланысады. Әлеуметтік құқықтар дегеніміз ол мысалы пенсиядағы азаматтардың пенсиясы, ол медициналық көмек, ол білім беру саласы. Қысқасы әлеуметтік саясат ол өте көлемді алаң. Және 21 ғасырда мемлекет не үшін бар? Осы түсінікте, осы ойда бізге ойымызға, басымызға келу керек. 21 ғасырда мемлекет өзінің азаматтарының жағдайын жасау үшін бар. Ол элитаның жағдайын жасау, өкімет басында отырған адамдардың жағдайын жасау үшін бар емес, жоқ. Ондай нәрсе ол бұрын қалып қойды. Ол тіпті егер мынау Локтың, Руссоның саяси философиясына назар аударатын болса, ол кездің өзінде де жоқ ол. Джон Локтың да саяси философиясында ондай нәрсе жоқ. Өйткені сол 17 ғасырда Джон Лок өзінің либерал саяси философиясын шығарған кезде мемлекет не үшін бар? Халық үшін бар дегенде, әлеуметтік контракт нәтижесінде мемлекет пайда болады деген. Бізге осы ұғымдарды қазір көптеп айту керек. Қазақстан әлеуметтік контракт ұғымы, мемлекет не үшін бар, әлеуметтік құқықтар мен адамның қадір қасиеті арасындағы тікелей байланыс. Сонда мынаны айта аламыз, тек қана тіл мәселесі ғана емес, тіл мәселесі өте маңызды. Солтүстік Қазақстанда басқа көптеген мәселелер де бар. Қазақ тілі мәселесі ол өзінше бір төбе. Ол бірте-бірте эволюциялық түрде шешілу керек нәрсе. Ол барып немен зорлықпен, репрессиямен шешілетін нәрсе емес. Ол бәлкім ондаған жыл алатын процесс шығар. Ол эмпатия арқылы шешілетін нәрсе. Оған біз эмпатия көрсету керек. Өйткені нәсілшілдікке, расизмге ұшыраған тіл, ол эмпатия арқылы өзінің позициясын қайттан жеңеді. Басқа мәселелер солтүстік Қазақстанда қазақ тілі мәселесінен бөлек, сол жақтағы халықтың өте үлкен бөлігінің адами қадір қасиеті әлеуметтік құқықтар дамымау арқылы бұзылып жатыр. Яғни ол жақта ол тек қана солтүстік Қазақстанға қатысты нәрсе емес, бірақ сұрақ сол регион болғандықтан сол регионға қатысты айтып отырмын. Ол бүкіл Қазақстанға қатысты нәрсе. Бірақ солтүстік регионда тұратын халықтың, егер олардың экономикалық, әлеуметтік жағдай мүшкіл болса, олардың адами қадір қасиеті ол жақта өкінішке орай бұзылып жатыр. Біз соны жөндеу керекпіз. Вот сонда деколонизация, отарсыздану сонда жүреді. Бұл жерде біз сіз орыс екенсіз, қазақ екенсіз деп бөліп тұрған жоқпыз. Өйткені адами қадір қасиет барлығында бірдей. Әлеуметтік құқықтар барлығына бірдей әсер етеді. Мысалы, пенсия берген кезде, енді өте тұрпайы мысал, қазақтардың пенсиясы көтеріледі, орыстарды көтерілмейді десе не болады? Ондай нәрсе мүмкін емес. Ондай жасауға болмайды. Сонда демек ки біз әлеуметтік құқықтарды бөлмей дамытамыз да. Бұл жерде негізгі приоритет адам болу керек. Шыққан тегі кім болса болсын. Ол маңызды емес. Өйткені қазіргі заманауи демократиялық мемлекет адам шыққан тегіне қарамайды. Ол азамат па, тіпті босқын болса, мемлекетте Қазақстанда қалғысы келді ме босқын, оған да жағдай жасау керек. Қазіргі күнде солтүстік Қазақстан аумағын демографикалық қаупі бар аймақ деп айтап жатыр. Сол себепті мемлекет оңтүстіктен солтүстікке еркін түрде қоныс аудару бағдарламасын іске қосты. Бұл бағдарламаны қалай түсініп жатсыз? Бұл бағдарлама туралы біраз естідім, біраз өзімде материалдар қарағаным бар, оқыдым. YouTube'да да қызық видеолар бар. Ең алдымен әрине біздің қоғамда көпшіліктің ойлайтыны ол жерде қазақтандыру. Ең алдымен ойға келетін нәрсе сол, қазақтандыру. Бәлкім белгілі бір уақытқа дейін бұл идеяны
айту дұрыс болған шығар. Бәлкім белгілі бір уақытқа дейін бұл дұрыс шешім болған шығар. Бірақ біз дамимыз ғой. Қоғам бір жерде тұрмайды, өмір бір жерде тұрмайды, әртүрлі геосаяси жағдайлар болып жатыр. Бәлкім осыдан 5 жыл бұрын мен де солай айтар едім де, 5 жыл бұрын. О, дұрыс, керемет. Қазақтардың оңтүстіктен солтүстікке көшуі, ол жақты қазақтандыру үшін керек нәрсе. 5 жыл бұрын мен осылай айтар едім де, бәлкім айтқан да шығармын 4 жыл бұрын. Бірақ қазіргі кезде мен олай айтқым келмейді. Не өзгерді? Мен ойымша көп нәрсе өзгерді. Өйткені мынандай не бар, маған өзіме қатты әсер еткен саяси жағдай Украинадағы соғыс. Украинадағы соғыс көптеген нәрселерді басқаша қабылдауға, басқаша жорамалдауға себеп болды. Енді бәрімізге белгілі нәрсе ғой, соғыс ашық түрде жүріп жатыр, иә? Оны ешкім жасырып жатқан жоқ. Ашық, кәдімгідей қиян кескі, қан төгіс жүріп жатыр. Және шығыс Украинада ең көп зардап шегіп жатқан шығыс Украина. Ол жақтағы халық орыс тілді. Ол жақта украин тілі қатты дамымаған. Тіпті ол жақта украин тілінің орыс тілімен араласқан диалектілер дамыған. Және ол жақта көп зардап шегіп жатқан, сол жақта қырғынға ұшырап жатқан халықтың едәуір бөлігі орыс этносының өкілдері. Яғни қанша уақыт ол жақта мысалы пропаганда дейміз, сол жүргізілді, қанша уақыттан бері ол жақта провокациялар жасалды. Соған қарамастан, сол жақтағы орыс тілді халық Украинаға деген өзінің сенімділігін, өзінің бір мемлекет өкіліміз деп ойлайтын, айтатын идеясын кәдімгідей көрсетті қазір. Енді соғыстан басқа ең сондай алапат не болуы мүмкін де? Яғни ол көптеген нәрселерге мен көзімді ашты, және біздің әріптестермен де талқылауларда, пікірталастарда мынандай нәтижеге келдік. Солтүстік Қазақстанды қазақстандыру идеясы ескірді. Өйткені біз қазір басқа шарттарда өмір сүріп жатырмыз. Ол жақтағы халықты шыққан тегіне байланысты бөлуге болмайды. Біз оны бөліп те жатқан жоқпыз ғой. Енді заң жүзінде бөлуге болмайды. Оған бізде тыйым салынған. Бірақ біз оны кейде өзіміз санасыз түрде біздің әлеуметтік нормалар арқылы біздегі сөзімізге, күнделікті ауызекі тілімізге еніп кеткен клишелер арқылы бөліп жатамыз халықты да. Осыдан да аулақ болу керек, осының барлығын жаңадан қарастыру керек, жаңадан тұжырымдырып шығару керек, және мынаны назарға беру керек сияқты. Ол жаққа көш оңтүстіктен бола ма, батыстан бола ма, ол ең алдымен ол жақты қазақтандыратын көш ретінде көрсетілмеу керек. Өйткені ол ескірген идея. Ол қазіргі кезде назарға берілетін идея емес. Нені айту керек? Не іс жүзінде жүзеге асыру керек? Айтылу да керек, іс жүзінде де жүзеге асыру керек. Ол мынау идея, мынау түсінік. Ол жақтың жалпы демографикалық жағдайын көтеру. Яғни оңтүстік регионда тұратын өзбек азаматтар болса, корей азаматтар болса, доңған азаматтар болса, олар да келсін. Немесе басқа өңірде тұратын этникалық орыстар болса, немістер, олар да келсін. Бұл жерде қазақтандыру деген мақсат, ондай идея бағанағыда айтылды, қайталап айтайын, ол ескірді. Және қазіргі таңда ол тіпті Қазақстанның өзінің жүргізіп жатқан ішкі сыртқы саясатына екіжүзділік болады. Біз қазір инклюзив, демократикалық, әлеуметтік мемлекет боламыз десек, оны іс жүзінде осы бағдарлама арқылы көрсету керекпіз. Бірақ әрине оңтүстік Қазақстанда кімдер көп? Әрине этникалық қазақтар көп. Олар сол жаққа келеді. Ол енді табиғи нәрсе. Бірақ бұл жердегі мақсат ол жақты қазақтандыру, ол жақты бір орыстар ертіп жіберу деген мақсат болмау керек те. Бұл неліктен маңызды? Өйткені ол жақтың халқы да, мен соны байқадым жазда барған кезде, олар өзін Қазақстан азаматымыз деп сезінеді, әсіресе жастар. Егер ол жақты қазақтандырамыз десе, онда оларға сенімсіздік артқан болады да. Онда біз сіздерге сеніп тұрған жоқпыз.
біз сендерді давайте анау растворить етейік, өйткені біз сендерге сенбейміз. Ол нені тудырады? Alienation деген ұғым бар да ағылшыншада, отчуждение. Біз қайсы бір адамдарды, қайсы бір топты өзіміз итерген боламыз да. Ол демократикалық елде болатын нәрсе емес. Қайта біздің қазіргі позиция тарту. Қазақша білмейсіз ба? Табиғи нәрсе. Өйткені қазақтардың өзі 91-ден 92-ден бұрын 40% қазақша білмеген. Тіпті сөйлемеуге де тырысқан да. Неліктен? Өйткені нәсілшілдік болды, расизм болды. Білмейсіз ба? Окей, түсінікті. Уақыт алады, сөйлеп кетесіз. Сізге эмпатия көрсетеміз, мазақтамаймыз, келемеж демейміз. Өйткені кейбіреулер өкінішке орай сондай нәрсе жасайды. Қазақша акценті бар адамдарға қарайды да күледі. Бұл эмпатияға қайшы. Бұл деколониал биотар түсінігі емес. Бұл эмпатиясы өте төмен адам жасайтын. Подкастымызды қорытындылай келе, қазір Тоқаев мырза айтып жатқан күшті аумақтар, күшті мемлекет бағдарламасы бұл мәселелерді шеше алатындығына сенесіз бе? Аумақтық дискриминация жойыла ма екен? Егер бізде саяси экономика моделі ауысатын болса, кейнесиандық деп айтады біреулер, посткейнесиандық деп айтуы мүмкін, немесе бағана айтылған Кембридж әлеуметтік әл-ауқат моделі бола ма? Бізде саяси экономика модель ауысу керек. Сонда әлеуметтік мемлекет шын жүзінде құрылады. Яғни мемлекет өзінің негізгі міндетін халықтың әлеуметтік әл-ауқатын жасау деп түсіну керек те, негізгі міндетін. Және солтүстік Қазақстанға қатысты мынаны айтуға болады. Әр регионның өзіндік бір ерекшелігі болады ғой. Климаттық ерекшелігі, географикалық ерекшелігі болады. Мысалы, Батыс Қазақстан облысының ерекшелігі, мысалы, Жайық өзені, Маңғыстау облысының ең үлкен ерекшелігі ол жақта мысалы, ол жақта үлкен үстірт сияқты, мысалы, айдағы көрініске ұқсас көріністер бар. Мысалы, оңтүстік Қазақстанның бір ерекшелігі, мәдени ерекшелік, ол жақта өте үлкен өзбек халқының өкілдері, өте үлкен өзбек халқының тобы тұрады. Ол Қазақстан байлығы. Мысалы, оңтүстік Қазақстанның бір ерекшелігі де, мысалы, Түркістан халқының едәуір бөлігі сол өзбек халқының өкілдері. Бұл Қазақстан байлығы. Яғни ол жақтың бір ерекшелігі. Ол жақтағы өзбек халқы өзінің тілін де біледі, өзінің дәстүрлерді ұстанады. Сол сияқты солтүстік Қазақстан облысының бір ерекшелігі болу керек. Яғни ол жақта бұрыннан келе жатқан, сан жылдардан бері келе жатқан орыс халқының өкілдері тұрады. Әрине, бұл жерде біз ашаршылықты назардан тыс қалдырмау керекпіз, өйткені ашаршылық солтүстік региондары қатты әсер етті. Яғни қазақ халқының саны ашаршылықтан кейін қатты құлдырап кетті, әлсіреп кетті. Кейбір деректер бойынша солтүстік аймақтарда ашаршылықтан бұрынғы қазақ халқының 9%, 10% ғана қалды деген деректер бар да. Демек 90% азайып кеткен. Бірақ, окей, бұл бір тарихи бір факты, үлкен трагедия, бұны геноцид деп те айтамыз. Ол болды. Бірақ қазіргі жағдайға келетін болсақ, солтүстік Қазақстан облысының, Павлодар облысының бір ерекшелігі сол жақта тұрып жатқан және өзіндік бір қоғамда керемет орны бар орыс этносының орны да. Біз мынаны қабылдау керек сияқтымыз. Әр регионның өзінің бір ерекшелігі болған сияқты, солтүстік Қазақстан облысының осы бір ерекшелігі болу керек. Оны біз сол жақтың халқына да солай көрсету керекпіз, көрсете білу керекпіз. Бұл жердегі саясат сіздерді бірте-бірте жойып жіберу емес. Яғни қазақ тілін дамыту, ол жақтағы қазақ халқының санын көтеру, ол табиғи процесс. Бірақ ол біреуге қарсы бағытталған нәрсе емес. Енді ағылшынша win-win деп айтады. Сіздер де ұттыңыз, біз де ұттық деген позиция бар да. Осындай нәрсені көрсету керек те. Яғни бұл жерде zero sum game деген нәрсе жоқ. Біреу ұтты, біреу ұтылды. Айтады, нулевая игра деген нәрсе жоқ. Бізге осыны түсіну керек те. Осыны айта білу керекпіз, және осыны көрсете білу керекпіз. Биотар, деколониал түсінік осыны көрсетеді. Ешкім ұтылмайды. Бұл жерде әркімнің, егер адами қадір қасиеті керекті деңгейде қорғалатын болса, әлеуметтік саясат, экономикалық саясат, әлеуметтік құқықтар, экономикалық құқықтар, мәдени құқықтар қорғалатын болса, ол жақта ешкімді ала алмайды, ешкімнен бөлінемін деп айтпайды. Және солтүстік Қазақстан бір колориті, өзінің бір колориті болады, демографикалық колориті болады.
географикалық демографикалық колориттер бар ғой. Мысалы оңтүстік қазақстанда осыған ұқсас, мысалы ол жақта бағана айтылғандай үлкен өзбек халқы тобы тұр. Ол сол регионның колориті. Біреулер тіпті бұрындары айтатын, ол жақта кикілжіңдер тууы мүмкін, анау мынау. Енді Құдай сақтасын, ешнәрсе болған жоқ, келешекте де енді Құдай сақтасын, болмай қойсын. Ол жақта белгілі деңгейде не бар? Гармония орнықты неліктен? Ол жақта екі топ, екі үлкен топ бір-бірін қабылдап кетті. Және қазақ тілі өзбек тіліне жақын болғандықтан, ол жақта өзбек халқының өкілдері қазақша өте жақсы біледі. Сондықтан бір белгілі деңгейде гармония туды. Ондай гармония тілге байланысты Петропавл өңірінде, Қызылжар өңірінде туа ма, туылмай ма, біз оны білмейміз. Өйткені әр регион өзінше. Бірақ ол гармония белгілі деңгейде бар ма қазір? Ол гармонияны жоймау керек. Оны сақтап қалу керек, және оны формасын шамалы басқа мықтырақ фундаментке нығыздау керек те. Ол мықтырақ фундамент күшті керек ол. Иә, ол біз сіздің барлығымыздың, бүкіл азаматтарымыздың адами қадір қасиетін сыйлаймыз, құрметтейміз деген форма, фундамент болу керек те. Сонда Қазақстан ол тек қана белгілі қайсы бір топтың мемлекеті ғана болмайды. Бұл жерде тұрып жатқан әр адамның, әр азаматтың мемлекеті болады. Және ол азаматтар не істейді? Керек болды ма, мен осы елді қорғаймын деген түсінік болады да, онда тастап кетпеймін. Әр азамат бұл үлкен елдің бір бөлшегі ретінде өзіңді сезіну керек. Ғалым Мырза, рахмет. Бірнеше пайымды ойға келдім. Және де біздің жоба арқасында бірнеше зерттеулерге мән беретін секілдімін. Және де біздің көрермендеріміз үшін де бұл өте терең әңгіме болды деп ойлаймын. Сол себепті сізге де бұл подкаст ұнаса, лүпіл қалдырып достарыңызбен бөлісіңіздер. Рахмет. Сізге рахмет. Бұл солтүстік, бізді кекетпе, бұл солтүстік, бізді шектетпе, бұл солтүстік, бізді кекетпе, бұл Қызылжар.